Құрметті ұстаздар, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері жолдауында орта мектеп пен колледждер және жоғары оқу орындары үздік оқытушыларының видео сабақтары мен видео лекцияларын интернетте орналастыру керек. Бұл барлық қазақстандықтарға, оның ішінде шалғайдағы елді мекен тұрғындарына озық білімге қол жеткізуге жол ашады деген болатын. Аталмыш жолдауды іске асыру аясында Білім және ғылым министрлігінің тапсырысымен өрлеу біліктілік арттыру ұлттық орталығы республика ұстаздар арасында бейне сабақтардың педагогикалық жаңа ойлар панорамасы атты республикалық байқауын өткізеді. 21 ғасырда барлық салада сандық технологияның маңызы күн санап өсуде. Осындай жағдайда педагогтер өзгерістің алдыңғы қатарында тұруы тиіс. Сондықтан бұл байқау республикамыздың барлық аймақтарындағы мектеп, колледж, университет ұстаздарының кәсіби шеберлігін арттыру мақсатында өтеді. Құрметті ұстаздар, осындай кең ауқымды видео сабақтардың байқауы Қазақстанда бірінші рет өткізілуде. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деп халқымыз тегін айтпаған. Ұстаздың өз пәнін жақсы меңгеруі елімізде білім және тәрбие сапасының жоғары болуына зор ықпалын тигізеді. Олай болса, барша ұстаздарды педагогикалық жаңа ойлар панорамасы байқауына қатысуға шақырамын және шығармашылық табыс тілеймін.